Міржақып Дулатов «Бақытсыз жамал» романы 8-ші бөлім. Бас аман, малы түгелдердің көңілі шаттықта. Жамалдың көңілі хаман қайғыда болумен біраз уақыт өтіп еді. Жамал қанша қайғылы болса да сырын халыққа білгізбес үшін, қам жабыққан көңілін көтеру үшін қыз бозбала жиналған ойын тойдан қалмаушы еді. Және де Жамал болмаған ойынның қызығы аз секілді көрінуші еді. Қыс ортасы болған еді. Бір күні сол елде бір байдың баласы болмай жүріп, жамағаты ұл тапқанға қыз бозбала үшін үлкен мәжіліс шілдехана болды. Атырабындағы ауылдың қыздары тәмам келіп, Жамал да әзір болды. Ағаш үйдің кең бір бөлмесіне төрінен есігіне шейін толық халық толған еді. Бұл елде ойын сауық әлі қалмаған. Болғанға бір қыз, бір жігіттен қатар отырғызатын әдет бар еді. Жиылғандар бірі өлең айтып, екіншілері қалжыңдасып, ойын әлі қызып бастала қоймаған уақытта есіктен «Кеш жарық» деп екі жігіт кіріп келді. Бағзы бозбалалар, міне, бір сыпайы жігіттер келді. Қай жерге отырғызамыз деп ақылдаса бастап, көп кешікпей біреуін Жамалдың қасына келіп отырғызды. Бұл жігітті біздің Жамал танымайтын еді. Ләкін Жамалдың қасына отырғызудан бір тәуір жігіт екендігі аңғарылды. Бұл жігіт отырып болған соң үйдегілерге қысқа сөзбен амандасып, соңынан Жамалға қарап, «Сізде саламатсыз ба?» деп қойды. Бұл жігіт орта бойлы, қияпатты, бетінде азырақ қорасан дағы бар, жаңа мұрт шығып келе жатқан, сөйлеген сөзі сыпайы, әдепті, киімі ноғайшалау Ғали есімді бір зат еді. Көлденеңнен қарап салыстырғанда бұл үйдегі жігіттердің абзалы Ғали, қыздардың абзалы Жамал секілді көрініп, екеуінің қатар отырулары да бек жарасып кетті. Ғали бір болыста басқа Оңайға қараған Дүйсебек деген кісінің баласы еді. Жасынан талапты болып, Қызылжар, Троицкідегі медреселерде оқып жүріп, және де частный учительден оқып та, орысша азырақ сөйлеп, жазарлықтай шамасы бар еді. Мұсылманша жақсы оқыған болса да, елге шығып молда болмай, соңғы уақыттарда оқуды да қойып, азырақ саудаға айналысып еді. Атасы бай адам болмаса да Ғали инабатты жігіт болып, әрдайым алыс-беріс істерінде, уағдаласқанда опашыл болғандығы көрінгенге байлар шамалап несие беруден тартынбаушы еді. Әуелі уақыттарда оқуда болып, бұл уақыттан саудамен жүрген себепті елде тұруынан тұрмауы көбірек болып, өзін қалықты өзі анық танымайтындай еді. Тек сыртынан Дүйсебектің баласы талапты, еті тірі жігіт, қысы жазы үйде отырмай оқып кәсіп қылады деуші еді. Жаңада өткен бір жәрмеңкеде алыс-берістерін бітіріп, 100-200 теңгелеп пайда қылып үйіне қайтып, ағайынды аралап амандықты жүргенде осы ойынға кез келген еді. Ғали Жамалмен қатар отырған соң бір-бірінің халін, һәм кім екендіктерін сұрап білісті. Ғали Жамалдың бұрынғы көріп жүрген жігіттерінен сөзге ұстарақ, сұраған сөзіне толық жауап қайтарып, һәм өзі де ләззатты сөздер сөйлей бастағанға, маңайындағылардың не істеп, не сөйлеп, не ойнап жатқанын естімеген секілді ұмытып, шын ықыласпен кеңеспекте еді. Әртүрлі ойын болып, ақырында бұғыбай, мұршалай мұрыш деген ойындар тәмам болған соң, бір жігіт бір белбеуді есіп алып, енді әлеумет өлең айтсасыңдар, айтпайсыңдар, айтпағандарыңа мінекей деп, қолындағы есілген тоқпақтай белбеуін көрсетіп, қорқытып, аралап жүре бастады. Білген қалдарынша, Ғали мен Жамалдан басқа бозбалалар өлең айтып жатса да, өлеңдері қашаннан бері айтып келе жатқан ескі өлеңдер еді. Мысалы, біздерде де өлең де бар, өнер де бар, байларда мінілмеген дөнен де бар деген секілді. Соның үшін артық ләззатты болмағанға жазбадым. Енді өлең айтуға рет әуелі Ғалиға, сонан соң Жамалға келіп еді. Ғали домбыраны әкеліп ұстатқанның соңында, менің өлең айту әдетімде жоқ еді, білмеуші едім деп күлімсіреп отырып, қайыр, енді көңілдеріңіз қалмасын деп көркем әнмен домбыраға дауыс қосып сөйледі. Ал сөйле, келді кезек, енді Ғали, керілмей ұста қолға домбыраны, рух берген мәжіліске қызмет көрсет, сайратып тілмен жақты болса халі. Өнерің болса ішіңде шығар сыртқа, бұл жерде жасырудың болмас мәні. Қандырап құлақ құршын тыңдаушының жарайды, міне жігіт десін пәлі.
секілді Райхангүл бақшадағы олжып жігіттіктің тұрған шағы. Таба алмай айтар орын жүруші едің, естіртші жас елдердің болса әні. Нақышпен сандуғаштай жүз құбылтып, даусыңды түрлендірсең келер сәні. Жастыққа сауық сайран еткен күнің, емес пе жігіттіктің раушаны. Тыңдаушы асыл сөзді табылғанда, айтушы тартынар ма және тағы. Қадірлес құрбыларың жиналғанда, тарқасын разы болып сынбай сағы. Жасымнан елде жүрмей өстім шетте, демесін қане елді сағынғаны. Құрбыңа жатырқамай аш сырыңды, жүйріктей бауыр жазып бабындағы. Ұмытпа, мысалды да деп айтылған, түлкіні тазалады табындағы. Болады не нәрседен және дескер жігітке абыройдың табылмағы. Емес пе екі жүрек бірдей келсе, арада махаббат оты жағылмағы. Мінекей домбыраңыз тоқтадым мен, сөйлесін сұлу жамал жанымдағы. Ғали бұл арада айтып болдым деп домбыраны Жамалға ұсынғанда, отырған халық мұрза тағайта түсіңіз деп өтініш айтқан соң, Ғали тағы да мына өлеңді айта бастады. Жақсы қыз баға жетпес бір гауһар тас, 16-17-ге жеткенде жас, жәннаттың пісіп тұрған алмасындай қол жетпес қандай жігіт ләззат алмас. Сұлу қыз рахаттың кілті емес пе, қолына түсіре алсаң бардағы аш. Тізілген меруерттей 30 тісі, нұрлы жүз, жайнаған көз, қиылған қас. Шекеде кәмшат бөрік киген асыл, сылдырлап алтын шолпы иықта шаш, бұралған тоты құстай мүшелері, бозбала сұхбаттасқан болмай мамас. Қатасыз осы айтқандай болып тұрса, жолында сондай қыздың қияр ембас. Болатын мақсұт қасыл жол табылса, тәрк етіп қандай жігіт малын салмас. Серт айтып уағдамен бел байласа, айтар ма жақсы жігіт жұртқа сыр фаш. Талапкер бозбала айтқан сөзім, сөз емес мұның бәрі өзіне қас. Кеудеде жанып тұрған оты жоқтар қадірлеп бұл сөзімді демес рас. Шәрбәтін ғашықтықтың татпағандар ант беріп айтса дағы сірә нанбас. Шақбазылар сүйген үшін ізденуден көрседе нендей қорлық бір тартынбас. Жанған от, көздеген оқ тұрса дағы сәскеніп ғашық үшін жүрек қайтпас. Магниті сұлу қыздың күштемес пе, жігітті көңіл сүйген қайтып тартпас. Астынан ақтамақтың деміңді алсаң, мойнынан ақ білекті қайтып артпас. Ғали бұл өлеңді айтып болған соң, отырған ретінше Жамал айтты. Сөйле тілім шешіліп осындайда, құрбылармен бір жерге қосылғанда, отырмассың үнемі төрде бүйтіп, еріксіз ақ қоярсың тосылғанда. Емес педік япырмау кеше бала, білетұғын жастықпен есті шала, белгісі жоқ екен ғой өткен күннің, қатар түзеп қыз болдық міне қара. Қыз байқұс ел жұртына келген қонақ, мысалы қызғалдақтай ғұмыры шолақ. Күн келер өз басынан ерік кетер, қалалық осындайда күліп ойнап. Сөйледі Ғали мырза жігіт жайын, har кімнің қал өзіне тұрар дайын. Қыздарды жігіттермен салыстырып, тыңдаңыз мен азырақ сөз қылайын. Жігіттің ер көзінде жылдың құсы, ұшса да, я келсе де отырғысы. Мысалы жазы болған жаққа кетер, бір жердің қары жауып туса қысы. Қыз байқұс қолға түскен сандуғаштай, торында ғұмыр өтер кілтін ашпай. Сатады мал көп берген кісі болса, кетеді жылап сорлы қарсыласпай. Рахым етпес және де ата-анасы, болса да жақсы көрген өз баласы. Теңіне қыздың көбі бара алмайды көнбеуге, және дағы жоқ шамасы. Қалайша тұрсын енді жыламай қыз, ерлерге қарсы келсек ұнамаймыз. Тұтқында өскен жандай дүние көрмей, жол іздеп ұлықтан ерік сұрамаймыз. Жаманға барсаң қорғып ғұмыр өтер, ұстайды ол ақмақ күңнен бетер. Күн шығып айда туып көз ашылып, бұл қайғы қыз сорлыдан қашан кетер. Кісінің туып өскен жері қымбат, үйренген бала жастан елі қымбат. Атанаң аға жеңген қадірлеген, тебіскен тай құлындай теңі қымбат.
тастайды осылардың қызғанмасын, қор етіп бір жаманға ғазиз басын, өзінің сүйгеніне бара алмаса, қалайша енді олар сағынбасын. Қыз бермек пайғамбардың сүндетіндей, ұзатпақ ата-анаң міндетіндей, қархымның өзіне ерік берген жоқ па, Алланың бұны дейміз құдіретіндей. Сөзімде қате болса сөкпе қалқым, әшейін айтып өттім сөздің салтын, тұрған соң көзін көріп қиянатты, тартады уайымдап көңіл салқын. Бұл күні Ғали мен Жамал әбден сөйлесіп, әрқайсысы хәл ауқалын біліскен еді. Іштерінен бір-біріне ұнағандығы білініп, бір көрген біліс, екі көрген таныс. Мұнан былайда кез келген жүрерміз деп, бұл сапарда айырылысқан еді. Ғали әлі қалың бермеген бір талапты жігіт болғанға, Жамалдың күйеуіне наразылығына қарай екі тараптан да бір-біріне махаббат байланды деуге лайық болды. Не үшін десеңіз, екеуінің де сол ойын болған түндегі сөздері көңілдерінен кетпей, хаман бірін-бірі ойлайтын болды. Мұнан кейін Ғали Сәрсенбайдың үйіне бір-екі мәрте келіп кеткен уақытта, Ғали мен Жамалдың бір-біріне көз қарауларын байқап тұрған кісі болса, екеулерінің көздерінде «Мен сені жан тәніммен сүйемін» деген жазуды оқығандай болар еді. Ләкін екеуі оңаша жолығуға ешбір реті болмай жүрді. Бір күні Ғали қалаға бара жатыр едім деген болып, Сәрсенбайдың үйіне келіп қонды. Далаға кіріп шығып жүргенде Ғали Жамалға әдейі бір жолығу үшін келгендігін сездіріп қойғанда, Жамал түнде Ғалидың қасына келуін шүбәсіз деп ойлап қойды. Қан бұл ойы да теріске кетпей, үй іші ұйықтаған уақытта екі жас кездесіп сөйлесті. Екеуі әуелі жолыққан күндерінен бері нендей ойлар ойлағандарын, бірін-бірін көруге сағынғандарын айтып, һәм бастарындағы оқиғаларын да азырақ қозғап қойысты. Екеуі түбегейлі терең ойға бармай, ақырын көрерміз, қазірше ойнап күліп жүрейік деп уағда етіп, араларында шын достық ғаламаттары болып қалды. Екеуі бірдей қазақтың ғұрпында болған қаталарды, жәбіршіліктерді сөйлеп, Жамал өзі ес білгеннен бері уайымдарын бір минуттың ішінде ұмытып, енді Ғалиді көрмей тұрған минуттар бір жылдық көрінерін Ғалидың құшағында жатып айтып білдірді. Ғалидың құшағында жатқанда білдірді. Осылайша Ғали, Жамал дос болып, әрбір лайықты уақыттарда жолығып, сұхбаттасып жүріп, қыс өтіп, жаз да келді. Бұл екеуінің көңілдерінде бір ғана ой бар еді. Бірақ бір-біріне бұл күнге шейін айтуға әрқайсысы өздеріне сенбеген секілді болып, үндемей жүруші еді. Бұл ойын Жамал сөйлесе, Ғали қабыл алуы, Ғали сөйлесе, Жамал қабыл алуы шүбәсіз болса да, сөйлеуге екеуінің ойындағы мақсаттары бір болған секілді, қауіптері де һәм бір еді. Жамал мен Ғали аз күнгі ойын күлкінің қызығымен өздерін дүниедегі бақытты адамдардан санап жүргенде, бір күні бұларға үлкен қасіретті хабар естілді. Байжан мен Сәрсенбайдың арасындағы уағдалары болып, енді бір айда Жұман күйеу ұрын келіп, қалыңдық ойнайды деген өсек расқа шықты. Бұл ренішті хабар бұл күнге шейін Жамал мен Ғалидың іштерінде сақтап жүрген сырларын бір-біріне білдіруге себеп болды. Бұл айта алмай жүрген сырлары екеуі қалай ғұмырлық жолдас болып Жұманнан Жамалды құтқару екен. Бірақ әрқайсысы да өздерінен басқа ешбір жәрдемші болмағанға, текке қалыққа масқара болып, мақсатқа жете алмай қаламыз ғой деп қорыққан екен. Енді мынадай Жұман келеді деген хабар аныққа шыққан соң, дүниеде бірінен бірі бөлек тұрудан қапаста жатқанды артығырақ көріп, не болса да екеуі қосылуға бір жол қарамақшы болып, енді қай күні бір жолықса бұрынғы іштегі жұмбақ болып жатқан сырларын таласып сөйлемекші болып тұрғанда, Жамалға Қалидан бір қатта келіп жетті. Оқып көрсе, бұл еді. Тұра алмадым толықсып қат жазбасқа. Злиха мен Жүсіпті қосқанындай, ішкі сырды білгізіп замандасқа. Екі көңіл бір жерде қосылса егер, не қызық бар жаһанда онан басқа. Тілегің бер, илахым екі жасқа. Айтпасаң да қалпыңды мен байқаймын, жек көрмейсің мені де сен байқұста. Дертім сыймай ішіме еттім сырпаш, хеш үндемей жүрсем де жазы қыста.
Сипатыңа қызықпас қандай жігіт, қор қызындай нұрлы жүз қолаң шашқа. Сөзің бұлбұл секілді жүзің айдай, сені сөккен пенде де кеш оңбаста. Мен мұнда, көңілім сенде, ойың кімде? Тілеймін осы сөзді ұмытпасқа. Емеспін мен жұмандай бай баласы, жоқтықты сұлу жамал бетке баспа. Ақылсыз жаман шіркін алып кетсе, қызғанып қалым бар ма қайғырмасқа. Сенің де өткен күнің жылдай болып, көңіліңнің қасіретің арылмаста. Ертекеш көз алдымда тұрғандайсың, қарағым хеш болмайды сағынбасқа. Жамалжан талай таудай болса дағы, тон келте сүйгеніңнің қолы қысқа. Төскейден қызыл түлкі бұлаң етсе, төбеден қыран бүркіт ұмтылмас па? Жапалақ бадырақ көз босқа қалып, қырғи құс түлкіні алып құлпырмас па? Отырып тәуекелдің кемесінде, ай дариядан өте шықса, ғашықтық уадамен тәуекелшіл, қажамай осы үшеуін мекем ұста. Кімде кім жетер сонда мұратына? Пайда жоқ, жүрек сүнген қорқынышта. Аз сөзде көп мағына деген мысал, халімді баян етіп жаздым нұсқа. Жамалжан, парасатлу етер фахым, бұл сөзім биыл тифат қалмас босқа. Рахматына мың сан разы болар едік, Ғали Жамал лайық деп Алла қосса. Келер деп нендей жауап күтіп қалдық, қат жазып жанабыңа жолдап почта. Құп деген жібермесең дәуіріңді, зорая күннен күнге біздің хаста. Дүшпан көп, досымыз аз, халық сенімсіз. Я Алла, тура жолға өзің баста. Ғалидан пақырыңыз жазылды қат, махаббатлу матхуба Жамал досқа. Матбуба Жамал досқа. Бұл қатты Ғалиден Жамалға алып келген жігіт әр уақыт бұл екеуінің арасында осындай құпия хабарлар һәм хаттар тасып жүретін Ғалидың бір анық сенген кісісі еді. Бүгін бұл қатты Жамалға тапсырып, жауабын ертеңге шейін даярлап қоярсың, мен бір ауылға барып қайтамын деп кетіп қалды. Жамал бұл қатты 3-4 мәрте оқып шығып, бір қызып, бір суып, Жұманға барса ғұмырынша қайғы қасіретте өтетінін ойлап, Ғалимен қашса не түрлі ұят машақаттар болып, ақыры нешік болатынына көзі жетпей, аз дағдарып, көзінен моншақ-моншақ жастарды төгіп алды. Біраздан соң тағы да қайраттанып, тәуекел, Алла басқа салған соң, не де болса көтердім. Ғалимен ғұмырымша қол ұстасып жүрсем де, арманым болмас деп ойлады. Егерде Ғалимен қаша қалса, кім тілектес, жәрдемдес боларын ойлағанда, өзінің шешесі Шолпаннан басқа ешкім көзіне көрінбеді. Шешесіне сыйынатын себебі оқушыға да мәлім. Шолпан әуелден Жамалды Жұманға беруге разы болмай, Сәрсенбайға тілін алғыза алмай қойған еді. Екінші, Жамал ер жеткен соң Жұманға көңілі наразы болып жүргенін де сезіп, хатта сол мезгілде Жамалдың жазып жүрген өлеңін де тауып алып оқиды деп жоғарыда жазып едік. Үшінші, Жамал мен Ғалидің жақын болып жүргендерін біліп, көріп жүрсе де білмегенсіп жүруші еді. Жамалды Ғалиға лайық көрген секілді болып, Ғалиді шын ықыласымен баласындай жақсы көруші еді. Ұзын сөздің қысқасы, ақырында Жамал Ғалидің жазған сөздерін қабыл алып, қарсы жауап та жазып, ертеңінде манағы жігітке тапсырды. Бұл жігіт қатты сол күні Ғалиға жеткізіп берген соң ашып оқыса жазылған сөз мынау екен. Ғалижан, біздің қолға тиді қағаз, жазғанын қабыл алдым сіздей шақпас. Мақсатқа муафиқлы сөз шыққан соң, өңім бе, түсім бе деп тұрдым біраз. Сіздейін жаздым жауап білгенімше, не түрлі жазған сөздің кірді ішіме, сырымды жалғыз саған білдіремін, айтпаған мұның бұрын бір кісіге. Мағлұмым, бір сөзіңе менің халім, хеш рахат көрмегендей сенсіз жаным. Еріксіз бір есекке қосақталсам, жаһанда екі бірдей келмес мәнім. Қосылсам, нәсіп болып сеніменен, кім айтар жүрмеді деп теңіменен, сенімен отқа жансам арманың жоқ, жуылмаған жұманатты перменен. Қатыңда бай емеспін деп жазыпсың, бетке салық қылма деп көп жазыпсың. Байды сүйсем Жұманға бармас бедім, мен ойламай әшейін тек жазыпсың. Ме бір сенсің, ғашық отын сөндіретін, кім бізді ықтиярсыз көндіретін. Өлсек шұқыр бір болсын, шықсақ төбе.
айрылмалық болса да өлтіретін бір Алла жалғыз өзі болсын айғақ, тұралық уағданы бекем байлап, сен үшін бір басымды еттім құрбан, шынжырлап жіберсе де сібірге айдап. Біз көндік мұндай халге Құдай салды, панасыз мазлуммен мен бір зарлы. Ал енді күні түні демей қайла қара, келуіне жексұрынның бір ай қалды. Мен де жоқ, аға жеңге мұңымды ашар, сырымды басқаға айтсам жұртқа шашар. Білмеймін, апам байқұс не қыларын, жалғыз-ақ сенетінім ақылдасар. Аналық мейірбаны түссе егер, дұшпаннан құтылуға қайла табар. Сенбеймін, еш кісіге мұнан басқа, керек атам, керек жақын ағайындар. Жан досым 4-5 күнде жолығып кет, болса да сөйлесерміз нендей рет. Өзіңге қарап жүрмей ескере бер, көңілге кіргеннен соң мұндай ниет. Келмедің 15 күндей мен көп достым, санаулы енді азғана біздің бос күн. Қайырлы сағаттарда ескергей деп, қат жазған қалам қозғап Жамал досың. Ғали бұл хатты оқығаннан кейін сол күні өзіне сенімді құрбылары Жүніс, Нұрмаш деген жігіттермен күн батқаннан түн ортасына шейін ауылдан аулақ бір оңаша жерде ақылдасқан еді. Ғали: мінекей жігіттер, бала жастан бірімізге сендеспей өскен құрб едік. Қазірде демен мынандай бір қиялға түсіп тұрмын. Айтқан сертіне қыз жетіп, мен жетпей қалсам, маған тірідей өлім ғой деп ойлаймын. Мен тәуекел деп бұл іске басымды байладым. Сендер не ақыл айтасыңдар? Деді. Әлгі жігіттер: оның бізге несін айтасың? Біздің сенен аянар еш нәрсеміз жоқ. Бұл заманда қыздың басында ерік бар ғой, азар болса малын алар. Кім қызды тегін береді? Дегеннен кейін Ғалидың қуанғаннан екі көзі жайнап кетіп, не қылса да осы іске бір өнер қайрат ете көріңдер деп, ертең тағы да ақылдаспақшы болып тарқасты. Бұл үшеуі ертеңіне қамбас қосып, бұл жолғы мәслихаттары әуелі Ғали Жамалға барып, оңашада әбден сөйлесіп, қай күні қашатындарын уағдаласуға қаратты. Көп кешікпей Ғали да бір күн түнде Сәрсенбайдың ауылының тұсындағы бір сайда сүйіктісі Жамалмен келешекте бірге рахат ғұмыр өткізулерінің желісін сөйлеп тұр еді. Дүниеде бұл екеуі үшін бір жақтан істің ақыры нешік болады деген үлкен қорқыныш, екінші жақтан дұшпанның қолына түспей құтыламыз ба деген қуанышпен жүректері лүпілдеп, бірінің қолы бірінің мойнында болып, екі ғашық бір ойда еді. Май жұлдызы, таң қысқа, ай жарық, дүние тып-тыныш, жел жоқ, қауа жақсы, жаңа қонған жұрт. Көкорай шалғын, жапырақ гүлдердің иісі аңқып, біздің жастарды көріп тұрған жалғыз Алла. Екіншісі аспандағы ай мен жұлдыз еді. Жан-жануар күндізден шаршаған секілді тынығып, жылқы жусап, қарамал күйсеп, анда-санда қой үріккенде ұйқысы сақ төбеттің мыңқылдап үргені, кемпір шалдың айтақтаған даусы ғана естілуші еді. Бұл бейшаралардың да, бозбалалардың да үнің өшсін деген қарғыстан басқа алғысы жоқ еді. Махаббат мүптәл есіне душар болған сұлу қыздар елеңдеп ұйықтай алмай, тастан қатты шешесі есікті құлыптап, түңлікті ашып қойғанда: әттең айдың жарығы күндізгідей, ер жігіттің қадірін қыз білгендей, қыз байғұстың басында ықтияр жоқ, есік ашып досын үйге кіргізгендей деген бір ауыз өлеңді іштерінен деген күйінішті дауысқа араластырып айтып жатқанын қасына барып кім көрген. Торғай шырылдап, таң белгі бере бастады. Біздің сайдағылар қысқа таңның атқанын білмей қалған еді. Жамал Ғалиға айтты: анау күнгі саған жазғаннан кейін менің өңімде бұзылып жүрсе керек. Апам оңашада қайта-қайта: қарағым, неге мұнша сарғайып кеттің? Сырыңды айт, бөтен ойың болса менен жасырма. Мен сенің біреуге қор мұқтаж болмағандығыңды ойласам, саған жамандық тілер деймісің? Деген соң, және апама сенген соң бар сырымды сөйлеп едім. Олай болса қарағым, бетіңнен жарылғасын. Ғалиды мен жек көрмеймін, бірақ қайтейін, Құдай тағала сені бір жаманға байластырып қойған соң деп жылап та жіберіп, ақырында өзі бізді шығарып жібермекші болды деді. Бұған Ғали да бехисап қуанып, екеуі ендігі жексенбіге осы сайды белгі қылып уағда байласты. Ғали үйіне келіп, өзінің бұл іс хақында ақылдас болып жүрген құрбыларымен сөйлесіп, келер жексенбіге ат сайландыра даярлана бастады. Екі дос, Жүніс пен Нұрмаш, Ғалиді шығарып салмаққа бұлар да даярланып, сенбі күні не болса да ертең болады деп жас жүректері дамылсыз соғуда еді.
Ғали даярланғанда Жамалды қарап жатпай, ақырғы сырын туған анасы Шолпанға айтқаннан соңында Шолпан да разы болып жол қамын ойлай бастаған еді. Жексенбі күні де болып, ел жатқан уақытта Ғали, Жүніс, Нұрмаш үшеуі ерлеген бірақ жетегі бар жолықпақшы болған сайда даяр болған еді. Бұларға әрбір минут сүрленген жылдай болып, қашан келеді деп қарап тұрғанда бүркенген екі әйел көрінді. Келсе, Жамал мен оның шешесі екен. Бұлармен Шолпан амандасып болған соң, шырақтарым, енді Алла тағала қайырлы сапарын беріп, мақсаттарыңа жеткізсін. Қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Қазірде ешкім көрген жоқ, тоқтамай жөнеліңдер, деп Жамал мен Ғалидың беттерінен сүйіп, жыламсырап қоштасып, жастар аттарына мініп жөнелгенде біраз аттарын арттарынан қарап тұрып үйіне қайтты. Шолпан кісі көзіне түспей үйіне барып жата тұрсын. Біз мезгілсіз аттанған жолаушыларымыздың жолға салып жіберерлік Ғалидың достарымен ақылдасқанда Жамалды алып бара жатпақшы жері Дуанды өзі бірге саудалас болып несие алып жүрген Фатихолла бай еді. Қазірде ауылдан былай 5-10 шақырым шыққан соң арттарынан қуған ешкімнің дыбысы жоқтығына көз жетіп, тағы да ақылдасып, сол әуелгі планы бойынша 120 шақырым жердегі қалаға тартпақшы болды. Бұл түні күн шыққанша 50 шақырым жүріп, адам жоқ бір қыстау келіп жасырынып жатты. Күн батып, ымырт жабылғанша бұларды ешкім көрмей, енді тәуекел деп таң атқанша Дуанға жетпекші болып, Ғали мен Жамал жүріп кетіп, Жүніс пен Нұрмаш елге қайтты. Ғали, Жамал қалаға саламат жетіп, Фатихолла байдың үйіне келді. Бастан аяқ оқиғаны Ғали Фатихолла байға айтқаннан кейін Фатихолла бай әуелінде осындай қазақтың қызды жастай құда болып біреуге беріп қоятын жаман ғадетін жек көргендігі себепті де, және де Ғалиді қам тәуір көретіндігінен бұл екі мүсәпірді қабыл алды. Фатихолла бай өзінше тәуір пікірлі ғана, өз айтқан сөзін болдыруды жақсы көретін бір татар еді. Әйда Ғали, сен бір қорқма. Әлхамділлә, біздің қораға рұқсатсыз ешбір степной қырғыз қызларын кіре алмас. Әгәрда келіп скандал шығармақшы болсалар, прямо частқа заявить етіп, желкелерін қыштармыз, деп Ғалиді қайраттандырып қойды. Бір қонғаннан кейін Ғали Фатихолла баймен ақылдасып, құрмында келіп қарап жатқанның мәнісі болмас, ұлықтан Жамалдың басына ерік аларлық деп адвокатқа арыз жаздырып, крестьянский начальникке Жамалды кіргізіп, арызында менді 7 жасымда атам қазақ құрпынша бір қазаққа малға сатқан екен, бұл күнде кәміл жасқа толып көрсем күйеуім өзіме ұнамағандығы себепті, һәм мені атам ықтиярсыз бермекші болған себепті, өзімнің сүйген жігітіммен қашып келдім. Мархаматшылық жүзінен мен мазмұнның көз жасын құрғатып, басыма ерік беріп, қиянаттан қорғасаңыз екен деген сөздер жазылған еді. Бұл арызды ілтифатқа алып, начальник Жамалдың қолына кімге барсаң да ықтияр деген қағаз беріп, болысқа һәм былайша қағаз шығарды. Жамал Сәрсенбай қызына ешкім қиянат жәбір қылмасын, сүйген күйеуіне баруға өзіне ерік берілді. Қалыңмал қақында дау болса, волостной съезге саларсың деп. Енді оқушыларға елде болып жатқан оқиғалар мағлұм болсын. Жамал қашқан күні таңертең Сәрсенбай намазға төсектен тұрып, түндік аштырып, азан оқып болғаннан кейін Жамалдың жоғын көзі көріп қатындарынан Жамал қайда кеткен деп шүбәланып сұрай бастады. Шолпанда еш нәрсе білмегенсіп, Жамалжан тысқа шыққан шығар деп тұрғанда Сәрсенбайдың бәйбішесі: ойбай, бетім-ау, бір сұмдық болған екен ғой, Жамалдың өлулі тұрған киімдері қайда деп сол минутта Жамалдың қашқаны мәлім болды. Үй іші сасып, ренжуде болып, сол сағатында ауылда жиналып ақылдаса бастады. Біреулері өзінің күйеуі алып кеткен шығар деп, көбі жоқ, мұны Дүйсебектің қобаласынан басқа ешкім әкеткен жоқ. Өздеріңде соны патшаның баласындай әлдеқандай көріп, тым еркінсітіп жіберіп едіңдер, ал енді қайтер екенсіңдер деп Сәрсекеңнің жалғыз басын даңғылды. Сөйтсе де мәслихаттасып, осындай мағлұмсыз біздің баламыз, сіздің келініңіз Жамалды бір өтінде алып кетіпті, енді не қыламыз деп Байжанға кісі жіберді. Және бір жағынан астыртын Ғалидың ауылына да кісі жіберді. Кешке таман Ғалиларға кеткен жігіт бүгін түнде Ғали, Нұрмаш, Жүніс үшеуінің жақсы аттарына мініп үйлерінде жоқ болып шыққанын хабарын алып келген соң, шүбәсіз істің анығын біліп Байжанға екінші кісі жіберді. Мінекей, Дүйсебектің баласы алып кетіпті. Енді ақылын өздерің білесіз деп.
Бұл күні осылай хабарлармен өтіп, екінші күнде Байжан 20 жігіт ертіп бәлемнің шаңырағына қобыз тартайын деп Сәрсенбайдың ауылына келіп түсті. Бұл өткен түнде Нұрмаш пен Жүніс те үйлеріне келіп жеткен мағлұм болып, аттары сүмектей болғаны әркімге көрініп қалған еді. Байжан істің анығын білген соң жолдастарынан 5 кісіні түнде аттандырып Ғалилардың ауылынан жылқы алдыруға жіберді. Хан болысқа кісі жіберіп жазды. Мінекей осындай оқиғалар болып қалды. Билеріңізді алып мұнда келіңіз деп, Байжанның барымтаға аттандырған жігіттері ат айғыр ту биеден 12 жылқы алып, һәм жолдан Сәрсенбайдың бір қысырағының үйірін қоса айдап барып та қалды. Күллі жиылыстың расходы Сәрсенбайдың мойнында болып, қорыққаннан бір ауыз сөз қарсы айтуға халі де жоқ еді. Хатта жан-жаққа шаптырып жатқан аттар да Сәрсенбайдікі еді. 3-4 күннің ішінде бір болыс елден керекті кісілер жиналып, бір үлкен съезд болды. Байжанды жақсы көргендер халық жиналған жерде, міне, жұрт бұл секілді тентекке тізгін беріп жібере берсе, жұрттың қойнындағы қатынын да кетер. Мұндай болмасқа тыю салып, біреудің ақбаталы жесірін қайтарып әперу керек. Біреуге болған қиянат ертең екінші кісінің басына келмей ме? Мұнымен халық арасы бұзылып, жұрттықтан шықпаймыз ба? Деп уағыз сөйлей бастады. Кешке таман іңір уақытында Байжан болыс писірді осы жиналысқа келген Беспейді һәм указной молда Ахметжанды оңаша ауылдың сыртына шақырып алып, енді ертең не болса да бір іс қылыңыздар. Мен қазірде малға бітпеймін. Мыналардың бізге барып қалған 10 жақсы жылқысы бар. Бұл мал менің жауыма қайтарылып, берілгенше өздерің олжа қылыңдар. Мен кешіктірмей сатып жіберемін. Сіздер де бір жолға менің намысымды жоқтап, не дегенімді істеп беріңіздер деді. Бұлар да олжа деген сөздің қарасын көрген соң мұрттарынан күліп, енді қалай қыл дейсіздер деп сұрады. Байжан айтты, сіздер әр қызметтің басында кісілерсіздер. Мінекей, болыс пен писір ұлық жағынан бұл туралы нендей ес болса да дұрыстап тұрар. Билер ертең Сәрсенбай Дүйсебектердің мұнан сұрайтын жылқыларын отказ етіп, қыз бен жігітті шығарып жіберген 2 жігітті соларды тауып әкелуге міндетті қылыңыздар. Тауып әкелмесе түрмеге отырғызуға бұйырыңыздар деді.